Армысыздар, бармысыздар. Біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, арнамызды қолдап жүрген сіздерге Алла разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек мереке, береке болсын. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме тылсым табиғат жөнінде болғалы тұр. Бұл қызықты әңгіме ешкімді бейжай қалдырмас деп ойлаймын. Мына Европа елдерінде үлкен қорық бар, оны Шерен Стоун деп атайды. Бұл жерде, яғни қорықта қоңыр аюмен қатарласа, қасқырларда мекендейді. Бұл жерде шөппен қоректенетін бұлан, лос, бұғы, елік, жабайы шошқалар мекендейді. Қоңыр аюмен қасқырлар осы жабайы жан-жануарларды қуалап жүріп ұстап, жемтігін тауып жейді. Негізі қоңыр аю 6 ай апанында ұйқыда жатады. Қоңыр аю ұйқыға жата алдында көктемге дейін жеткілікті етіп май жинайды. Ұйқыда жатқан кезде сол майдан ағзасы қоректеніп тұрады. Бірде зоологтар орманды аралап жүріп, мынандай қызықты жайтқа тап болады. Жерде қар болса да, ұйқыға жатпаған қоңыр аюды көріп, таңданса, дереу құрылғыларын дайындап, қоңыр аюды бақылай бастайды. Арада біраз уақыт өткенде, бір ұялы қасқыр, бір топ болып келіп, қоңыр аюды қоршайды. Соңында түсінікті болғандай, осы ұялы қасқырдың жабылып ұстаған жемтігін, яғни өлі бұғыны, қоңыр аю қасқырлардан тартып алған екен. Қоңыр аюдың дәл бабында тұрғанда салмағы 800 келіге дейін тартады. Тіктеп екі артқы аяқтармен тұрғанда бойы 3 метрге жетеді. Аяқ қолдарындағы тырнақтары 7-8 сантиметр болады. Бұл аяқ қолдарындағы тырнақтары әсіресе жемтікке таласқанда қару ретінде қолданады. Азу тістері өте өткір. Тістеген жерін опырып, жұлып алады. Осындай алапат күш иесінен қасқырлар тай салып, қоңыр аюға тікелей шабуыл жасауға қаймығады. Қасқырларда қоңыр аюды апанына ұйқыға кетті деген оймен келсе керек. Ал қоңыр аю болса, қулық жасап, ұйқыға жатпай, өлексені қорып жатыр екен. Қоңыр аю әсіресе бұланмен, яғни лос, бұғыға шабуылды көп жасайды. Бұғының адам секілді мүйізінен ұстап, жерге атып ұрады. Ұзын қарулы азу тістеріменен, тура өңешінен тістеп, жемтігін тұншықтырып өлтіреді. Ал бұланды тура бел омыртқасынан тістеп, шойлықтырып тастайды. Аюдың қолдарының қарулығы сонша, анша-мынша. Бұғы бұландардың бір ұрып белін үзіп жібереді. Зоологтар аюға орманда ешқандай жыртқыш қарсы келе алмайды деген тұжырымға келеді. Арада біраз жыл өткеннен соң сол зоологтар адам нанғысыз жағдайға тап болады. Бір топ ұялы қасқыр бір аюды қоршап, жан-жағынан тістелеп, ұжым болып аюды әбден шаршатып, жерге құлатып, жабылып, жеп жатқанына куә болады. Негізі жыртқыштар бір аңның етін жеп үйренсе, оны қайталауы әбден мүмкін. Демек, табиғаттың тылсым құбылысы осыда. Қымбатты тыңдармандар, біздің әңгімелерімізді жан-жануарлар, жүйрік ат, небір қасқыр ұстаған құмай тазылар жөнінде арнаға салып тұрамыз. Біздің қазақ тілді арнамызды қолдап, бізге тіркеліп жүрген тыңдармандарымызға айтар алғысымыз шексіз. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы.